Құрметті қонақтар, білім кемесімен болашаққа аттандық, бала шақтан болашаққа атты бастауыш сыныбы мен қоштасу мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Мерекеміз құтты болсын, сапарымыз сәтті болсын. Ал енді құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, әрине оқушылар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әрине мектеп сіздерге міндетті түрде сәтті сапар тілейді. Қайда жүрсеңіздер де мектеп сіздердің артыңызда. Неге ол сөз айтамын? Өйткені мектеп жаңағы сіздердің жетістіктеріңізге, сіздердің жаңағы жақсы істеріңізге мектеп әрқашанда куә болып, мектеп сіздерге бірге қуанышта болады. Әрине мына ең алғаш ұстаз әркім, әр ата-ана болсын, мен де әрі күнге дейін өзімнің ең алғашқы ұстазымды ұмытпаймын. Сіздердің ең алғаш ұстаздарыңыз, шәкірттеріңіз мәңгілік естеріңізде болады. Алғаш мектептеріңіз, алғаш ұстаздарыңыз әрқашанда өздеріңіздің жүрегіңізде жүреді. Алғаш қолымызға қалам ұстадым, онымыз бен жолымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, крек әріпті танытып, білім нәрмен сусындатқан мектептегі анамыз, ұстаз екені бәрімізге мәлім. Қалай үйреткен мұғалім еңбегі шексіз, мұғалім мектеп жүрегі деп ыбырай атамыз бекер айтпаған. Ел құрған батырда, тілінен бал дамыған ақында, теорияны темір балқытқан жұмысшы да, көкті шарлаған ғарышкерде бәрі осыдан білім мен тәрбие алған. Бұл туралы Батырбауыржан атамыз болашақтың барысында, данасы да, ғалымын да, еңбекқор екішін де, кешін де осы сөзі деген екен. Қоштасу тойын бастайық, ән мен биге басайық.
есіме түсіп тұр. Кітап жансыз, бірақ шынайы дос деген екен. Иә, осы уақытқа дейін біраз кітап оқып, біраз жансыз достарым да пайда болған сияқты. Жалпы сендерге қандай жанрдағы кітаптар ұнайды? Маған аңыздар, ертегілер, әңгімелер қатты ұнайды. Осы 4-ші сыныпта кітапқа таласып оқығандарымыз естеріңде ме? Иә, көңілді қалпы толқытып еді. Пайда ойлама, ар ойлап, талап қылып терең білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Кітабың сенің құралың, жағар білім шығармын. Баса алмайсың ешқашан, онсыз алға бір адым деп, ортаға жүр досым кітапхана әніменен сері жігіттерімізді қарсы алайық. Болған жырмарға, бастауышта айту болған сырмарға, бастауышта болған білім жырлайып, азық болып мәңгі тәуір жылдарға. Сөз бар. Анаңды мектепке 3 рет арқалап барсаң да борышыңды өтей алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін. Дүниеге әкелген ол да сенің анашың. Ақ сүт беріп өсірген ол да сенің анашың. Тіл алмасаң кешірген ол да сенің анашың. Мәпелеген баласын, аман болсын анашың. Аман болсын аяулы анамыз, асқар қалдай әкеміз. Ана. Жаңылмай жаттап алған, көңілі кіршіксіз таза, жаралған аттағардан. Еңбекке қымбат адам, ол өзін асыл адам. Өшпейді сәл ерсе,
ата-аналар, міне бүгін үлкен сіздерге де бізге де бір үлкен белестен аяқтағалы отырмыз. Сендердің сауларыңды орта буынға кесіп жіберейін деп жатырмын. Бастауыштың ұстаздарына ешқашан кір келтірмей, тек жақсы қырынан көрініп жүріңдер. Сандықтың түбіне сақтап қойыңдар.